композициялық құрылымын талдағанбыз. Кәне ортаға шығып, ортаға бірнеше оқушыны ортаға шақырайық. Келіңіздер ортаға. Алтын оқушылар. Біз композициялық құрылымын талдағанбыз. Менің қолымда жіп тұр. Бұл, яғни біз қазір өрмекті оқимыз. Өрмекті оқығанда осы шығарманың желісі бойынша айтып шығуымыз керек. Ал шығарма қалай басталады? Кім айтады? Шығарманың басталуы екі жолаушының бір ауылдан келесі бір ауылға шыққан, бет алған кезіндегі шұғаның обасы жайлы, яғни шұға жайлы әңгіме өрбітуінен басталған. Жақсы. Есімбектің 4 ұлы және жалғыз қызы Шұға болады. Автор Шұғаның ажарлылығымен ғана оның сыпайылығын, салмақтылығын және ақылдылығын көрсетеді. Сол Шұғаның хат танитыны зор еді, бірақ қазіргілердің оның қызына тастайды дейді. Оқиғаның соңғы шешімі қалай болады? Иә, Айша бегі. Содан Шұға құсалықпен ауырады. Шұғаның ауырғаны жанына батқан әкесі Әбдірахманды алдыртады. Бірақ Әбдірахман келем дегенше Шұға қаза болып кетеді. Шұғаның белгісі деп отырған себебі Шұғаның басына орнатылған тас. Жақсы, тамаша. Жақсы, отыра қойыңыз. Олай болса оқушылар, біз Шұғаның белгісі хикаятындағы, яғни шығарманың құрылымын білдік, мазмұнын толық түсіндік деп ойлаймын. Енді сіздердің алдарыңызда кесте тұр. Яғни біз осы шығармадағы кейіпкерлерді анықтауымыз керек. Назар аударыңыздар. Қандай кейіпкерлерді көріп тұрсыздар? Кім айтады? Мөлдір? Шұға. Жақсы, ары қарай кім айтады? Анел? Әбдірахман. Нұргелді? Зайгүл, тамаша. Ердәулет? Айнабай. Сабина? Базарбай. Иә, ендеше оқушылар, бұл кейіпкерлер, яғни біздің Шұғаның белгісіндегі кейіпкерлерді анықтадық. Яғни біздің сабағымыздың мақсаты Шұғаның белгісі хикаятындағы көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Ендеше оқушылар, мынау шығарманың идеясын ашудағы сіздерге кейіпкер берілген. Кем дегенде 2 кейіпкерді аласыздар да, мынау кесте бойынша, яғни кейіпкердің автор берген портреттік мінездеме жазасыздар. Кейіпкердің іс-әрекеті, сосын кейіпкерді идеяны ашудағы менің ойым деген өздеріңіз ойларыңызды білдіресіздер. және де өзінің қазақ қызына лайық өзінің мінезімен сипаттайды. Шұғаның мінезі ол Алтыбақан басында Әбдірахманды көрген кездегі өзін ұстап жігітке өзі бірінші жабысып, өзі сөйлемейтіндігімен және де өзін сыпайы ұстайтындығымен белгілі. Сол іс-әрекетімен Шұға өзінің қазақ қызына лайық іс-әрекетін көрсетті. Менің таңдаған кейіпкерім ол Әбдірахман. Әбдірахманның бойында қайсарлық, білімге деген құштарлық және адалдық қасиеттерінің барлығын байқауға болады. Және де оның параға, яғни беделге сатылмағандығын көрсететін қасиеттері ол тілмаш пейсір болмауы. Әбдірахман Есімбекке жағымпазданба, өзінің тілін алатын адамдарға әзір асығып екі бағасын алғанша астықтарында жиып алған соң жарты бағасына алғандарын тиімді ғой дегені, яғни ол халықты ойлайтындығы мейірімді жан екенін білген. Келесі кім айтады? Айнұр, айта қойыңыз. Хикаяттағы бәле іздеуші бәлеқор Айнабай бейнесі. Айнабайдың екіжүзділігі, мақтан құмарлығы мына тұста анық көрінеді. Ағайын арасында аз үйлі керей болғанымен, Айнабай деген бірде-бірге соғып, екі елдің арасына от салып тұтандырып жүретін бір қызыл көзді бәле. Ел ішінде Айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ. Анау-мынау адамдар өзіне сескенетіндей еді. Оқушылар, бірнеше мақале тақтасына бірнеше кейіпкер жазған екенсіздер. Кәне, кім шығып тақтаға осы кейіпкерді берген мінездемесін, кейіпкердің іс-әрекетін, кейіпкерді ашудағы идеясын түсіндіріп бере алады? Кім тақтаға шығады? Мөлдір, келе қойыңыз. Мен Есімбекті
Есімбек, яғни Шұғаның әкесі Есімбекті талдауды шештім. Шұғаның әкесі кейіпкер Есімбек, автор берген портреттік мінездеме. Есімбек Шұғаның әкесі бай кісі болған. Кейіпкердің іс-әрекеті ол Әбдірахман мен Шұғаның қосылуына қарсы болды. Яғни Әбдірахманға тұрмысқа бергісі келмеді қызын. Ал менің бұл идеяны ашудағы менің ойым, Есімбек Шұға мен Әбдірахманның қосылуына қарсы болды. Себебі Әбдірахман кедей отбасынан шыққан еді. Егер Есімбек қарсы болмағанда, мүмкін Шұға мен Әбдірахман бақытты ғұмыр кешер еді. Жақсы, бұл сіздің өз ойыңыз, тамаша, отыра қойыңыз. Оқушылар, біз жұмысымызда кейіпкерлерді таныдық, кейіпкерлер арқылы шығарманың идеясымен танысып жатырмыз. Жалпы, автор не айтқысы келді? Шығарманың идеясы қандай? Сол мәселеге қазір оралсақ. Кім айтады маған? Идея дегеніміз не? Жақсы, кім? Әлмәди айта қойыңыз. Идея дегеніміз бір мәселелерді біріктіріп тұратын өзекті ой болып саналады. Дұрыс айтасыз, Әлмәди. Идея дегеніміз бірнеше мәселелердің басын бір ойға біріктіріп тұрған, яғни ой пікір. Ал бұл шығармада автор не айтқысы келді? Бұл тақырыптың идеясын ашайықшы оқушылар. Кім айтады? Осы тақырыптағы шығармаларды, яғни идеясын ашудағы автордың мақсаты не болды? Оқушылар кім айтады? Абай. Анел айта қойыңыз. Бұл шығарманың ең негізгі идеясы сол бұрынғы замандағы әйел мен еркек арасындағы теңсіздік болып табылады. Себебі Шұға өзінің махаббатымен әкесінің айтқан сөзінің кесірінен қосыла алмады. Және сол замандағы кедей мен байың арасындағы әлеуметтік теңсіздік. Дұрыс айтасыз. Шұғаның белгісі хикаятын бәрін сіз оқығандарыңызды көріп тұрмын. Соның ішінде Анел, сіз тақырыпты өте жақсы түсінгенсіз. Яғни әйел теңсіздігін, мынау қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктің бәрін ашып айттыңыз. Сізге тәнті болдым, ризамын. Ары қарай шығарманы тағы да оқи беріңіз. Тапсырманы орындау барысында мен сіздерге риза болдым. Барлығыңыз дерлік портрет тақтасына жәдеттерге орындап талдадыңыз деп ойлаймын. Енді келесі тапсырма ол whiteboard әдісі арқылы жұптасамыз. Бір оқушы ғана смартфондарыңызды ашып қосылыңыздар. Тақтада сіздерде сәйкестендіру кестесі тұр. Екінші тапсырма сәйкестендіру кестесінде сіздерге мақал-мәтел берді. Мақал-мәтелдердің мағынасы арқылы кейіпкерлерді сәйкестендіреміз. Ал жұмысты бастаймыз. Телефондарыңызды қосыңыздар. Бірнеше оқушы тапсырманы орындаған екенсіздер. Бұл Аружан мен Аяулының тапсырмасы, жұптық жұмыс. Аружан, келіңізші тақтаға, өзіңіз түсіндіріп беріңіз. Яғни, қалай орындадыңыздар? Басқа оқушылар келсе қарап отырарыз. Біз бұл жерде Аяулының келіңіз жазғанымыз. Мысалға келтіретін болсақ, Әбдірахман білімдегі дүние жарық деп, Әбдірахманның оқығаны білмеді және де Шұға қыз қылығымен қызықты дегеніміз, ол Шұғаның оң қызға тимегеніне келеді. Және де Айнабай надан данамен өш, ол Айнабайдың жаман жақтарын, ауылдағы істеген құрлықтарын бәрін көрсетеді. Есімбек жақсы және сырласын деген ол Есімбекке келеді. Зайгүл ол Шұғаның апасы болып келеді. Жақсы және сырласын дегеніміз келеді. Және де Базарбай інісі барының тынысы бар. Және де Қасымжан жолаушы, ол бізге жолдың мәнін жолаушыдан сұра деген келеді. Оқушылар кім айтады? Осы жерде бір қателік болды, иә? Қандай қателік болды? Аружан айта қойыңыз. Ол Есімбекке жақсы және сырласын деп айтқан, бірақ ол Есімбек емес, Есімбек бай болсын берген болды. Себебі Есімбек бай адам. Бір қате болды, иә? Отыра қойыңыз. Жұмысыңыз жаман емес. Әлде де тақырыпты оқу керек, Аружан. Келесі тағы бір оқушылық тексерейік. Бұл Нұргелді және Анел. Нұргелді, шығасыз ба, келе қойыңыз.
Абдрахман білімдіге дүние жарық. Абдрахманның білімі өте зор, және ол орысша және қазақша. Ол жастайынан мұғалім болсам деп армандап, күндіз мал бағып, түнде учительмен бірге сабақ оқыған. Ал Шұға қыз қылығымен қылықты дейді. Шұғаның нағыз қыз екені осы хикаят арқылы біз білеміз. Айнабай надан данамен өш дейді. Айнабай ол әркімге қастандық жасап, және екі жастың бақытына өзінің қызын Абдрахман алмағандықтан ол Шұға мен Абдрахманды қоспауға қара ниет білдіреді. Есімбек, бай болсаң еліңнен пайдан тисін. Есімбек бай адам. Зайкүл, жақсы денге сыйласын. Зайкүл Абдрахманға өзінің кеңестерін біліп, Шұға екеуін бірге қоспақшы болып, болады. Базарбай, інісі бардың тінісі бар. Базарбай Абдрахманды Шұғамен таныстырып, екеуін бір-біріне дос қылдырып, және бір-бірін бақытты қылсам деген ой болды. Қасымжан, жолдың мәнін жолаушыдан сұрақ, жолдың мәнін жолаушы біледі деген ой. Біз бүгінгі тапсырмамызда кейіпкерлер жүйесін анықтау арқылы идеямды ашып жатырмыз. Ал тағы бір пысықтап өтейік. Кім айтады? Шығарманың идеясы қандай? Аружан айта қойыңыз. Бұл шығарманың идеясы сол замандағы әйел теңсіздігі. Сол замандағы әйел теңсіздігін айтады. Жақсы, тамаша. Аружан, хикаяттың идеясын дұрыс айттыңыз, бірақ сонда да нақтылай түсуде тақырыпты тағы да анықтау мақсатында қазір сіздер мына видеоны тамашалаңыздар. Шұғаның белгісі жастардың теңдік, еркіндікті аңсап әлеуметтік әділетсіздіктерге қарсы үн көтере бастағанын шынайы бейнелеген шығарма. Ешкімге ұқсамайтын даралығының арқасында Бейімбет Майлин бұдан да басқа талай шығарманы жазып қалдырды. Олардың әрқайсысы бір төбе. Сондықтан да Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінің қалыптастырушылардың бірі деп саналады. Сонымен сабағымыз аяқталып келеді. Енді тақтаға назар саламыз. Аяқталмаған сөйлем әдісімен келіп байланыс берейік. Кім айтады? Бүгінгі сабақ қалай өтті? Қандай әсер алдыңыздар? Айша Бибі, айта қойыңыз. Бүгінгі сабақта мен сол замандағы әйел теңсіздігін болғанын түсіндім. Және де сол кезде әлеуметтік теңсіздік болғанын білдім. Маған ерекше ұнағаны жұптық жұмыс болды. Маған ешқандай сабақта қиындықтар тудырмады. Енді мен Бейімбет Майлиннің басқа да шығармаларын оқуға талпынамын. Тағы кім айтады? Мөлдір, айта қойыңыз. Бүгінгі сабақта мен сол кездегі, сол замандағы, яғни әйел теңсіздігі, әлеуметтік теңсіздік болғанын түсіндім және де білдім. Бірақ Құдайға шүкір, қазіргі заманымызда бізде ондай теңсіздіктер жоқ және болмасы да. Маған ерекше ұнағаны бүгінгі сабақта біздің сынып жақсы жұмыс жасап, бір-бірімізбен ұйымшыл болып, палет тақтасымен жұмыс жасадық, жеке жұмыс болды, жұптық жұмыс болды. Және де бұл тапсырмалар бізге ешқандай қиындық тудырмады деп ойлаймын. Енді мен осы Бейімбет Майлиннің және де тағы да басқа сол замандағы шығармаларды, хикаяттарды оқуға тырысамын және талпынамын. Рахмет. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда көркем шығарманың идеясын анықтадық. Кейіпкерлер жүйесінің идеясы арқылы біз тани білдік деп ойлаймыз. Енді сіздерге үйге тапсырма, кейіпкерлер жүйесін жинақтап жазып кетесіздер. Сау болыңыздар.